олардың сынағынан біздің сынақ кем болмады. Біз ойлаймыз да, қазір ойлайды, біздің әкелеріміздің өмір сүрген уақыты, аталарымыздың өмір сүрген уақыты өте қиын болған олар. Иә, қиын болған. Бірақ қазір негізі асылына үңілсен, біздікі олардікінен ауырды. Олар сенімде сыналмады олар. Енді сенімін сатқандар бар шығар, не істейміз енді олар үшін? Діннен безіп атеист болған. Ал қазір біз үлкен сынақтамыз. Әркім шариғаттан әркімді тыңдап алған өте қауіпті бір, не дейміз жаңағы, уақытта тұрмыз біз. Сол кезде нақ ақиқатты оқып, соны ұстанып қалмасақ, өте қауіпті. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисі бар. Мұсылман болып таң атырады дейді. Кәпір болып, дінсіз болып кеш батырады дейді. Қараңыздар. Кәпір болып таң атырып, мұсылман болып кеш батыратын осы заман бұл өте қатерлі.